Сәлем достар, сізге Дана Дара каналындасыздар. Менің парақшам ұнап жатса, лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кетті. Ертегінің тақырыбы жыл мезгілдері. Ертеде ешкі жөні бүркете, ақжайықтың жағасында еліне елеу халқына бір домалақ ана өмір сүріпті. Сол анадан тараған 4 қызы бар екен. Олардың аузы десе аузы күндей жарқыраған көзі бар, дүниенің сұлулығын өздеріне даратқан сұлу қыздары болыпты. Анасы жақсы тәрбие берді. Үлкен қызының аты Көктем, ол ақ жарқын мінезі нәзік. Екінші қызы жас, жарқырап, жайдарлы, әр уақытта күлімдеп, нұрын шашып жүреді. Үшінші қыз күн. Басқа қыздарға қарағанда жалаулы, жаңбырлы болады. Бірақ ол ашық мырза екен. Ал кіші қызы қыз. Басқа қыздарына қарағанда салқын, қаталдау қыздары бой жетіп саналы да салмақты қыз болып өсіпті. Осы қыздардың домалақ ана өздерінің құтты орындарын қондыртыпты. Үлкен қызы арыстай 3 ұл туып, үшеуі де ел қорғаған батыр болыпты. Екінші қызы 3 қыз туып, үшеуі де адамзатқа жан жылуы сыйлай білетін мейірімді қыздар атаныпты. Үшінші қызы жаздай жайдарлы 3 қыз дүниеге келіпті. Төртінші қызы берекесі мен арасы мол, қолдары ашық, келген қонақ қадірін тұтатын қонақжай 3 қыз өмір сүріпті. Осы 4 қыздан өмірге ұрпақтар елге халқы пайдасы тигізіп, ел аузында аттарын аңызға айнала. Ала жылдың 4 мезгілі мен 12 айы екен. Осы ертегі ұнаса лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.